Менің атым Ник, жасым 27-де. Аяқ-қолсыз дүниеге келсем де тағдырыма өкпем жоқ. Адамдардың рухын көтеруге ниетімен шартарапты шарлап жүрмін. Адам баласын арманға жету жолында сенімі мен үмітін, махаббаты мен батылдығын қару етуге үгіттеймін. Бұл кітапта өз өмірімнен сыр шертемін. Әрине, кейбір сынақтар мен маңдайыма ғана жазылды, дегенмен оның бір қатары сізге де жат емес. Басқа түскен қиындықты жеңіп, проблемаңызды шешу сізге жігер бергім келеді. Өміріңіздің мәнін тапқаныңызды қалаймын, себебі өмір адам баласына берілген ғажайып сый. Өмір көбіне бізге әділетсіз болып көрінеді. Қиын кезеңдер мен күрмеулі сәттер көңіліңізге күдік ұялатады, қорқытады. Бұл маған өте таныс жағдай. Бірақ Інжілде кез келген қиындыққа тап болғанда одан кіршіксіз қуаныш таба біл деп жазылған. Мұны ұғыну үшін маған көп уақыт қажет болды. Енді оны жақсы түсінемін. Өз тәжірибеме сүйене отырып, сізге өмірдегі ең қиын өзіңізді түсіну және басқаларға қол ұшын беру екенін айтқым келеді. Менің ата-анам дініне берік христиандар. Алайда дүниеге келген ұлының не қолы, не аяғы жоқ екенін көргенде Құдайға мұндай баланы не үшін жаратты деп күмән келтіріпті. Алғашында мен сияқты баланың үміті де, болашағы да жоқ деп түңіліпті. Мен енді толыққанды қалыпты ғұмыр кеше алмайды деп ойлаған екен. Алайда менің қазіргі өмірім әлде қайда жақсы. Бір кездері мұндай өмір туралы тіпті армандауға да қорыққанмын. Күн сайын адамдармен телефон, электрондық пошта, хабарлама, әлеуметтік желі арқылы сөйлесемін. Қонақ үйде, әуежайда, ресторанда адамдар мені қаумалап алады. Мені құшақтап, өмірлерін өзгертуге көмектескенімді айтады. Бұл жаратқанның шексіз сыйы. Мен сондай бақыттымын. Маған берілген сынақтың жай ғана ауыр жүк емес, тағдыр сыйына айналатынына, мүгедектігімнің басқа жандармен араласуға, оларға қолдау көрсетуге, жабырқау жанына жұбаныш әкелуге мүмкіндік беріп, адам сенгісіз жетістіктерге жол ашатын ата-анам да, мен де бір асқақ армандарының өзіне де елестетіп көрмеген едік. Өмір оңай емес, бірақ мені жақсы көретін туысқандарым бар. Құдай маған нұрлы ақыл, жүрегіме шынайы әрі терең сенім ұялатты. Сіздерден ештеңе жасырмай, басымнан өткен ауыр кезеңдерден кейін сенімнің қалай орнығып, өмірдің мәнін қалай түсінгенімді айтып беремін. Жасөспірім кезімде бұл бір-біріміздің болашағымыз туралы ойлай бастайтын кезіміз. Өмірде түңілген сәттерім болды. Ешқашан қалыпты адам бола алмайтындай көріндім. 12 мүшемнің басқалардан еш айырмашылығы жоқ деп өзімді алдау мүмкін емес еді. Басқа балалар сияқты жүзуге, скейтбордпен сырғанауға тырысатынмын, бірақ мен үшін қиынға түсетін дүниелердің көп екенін көзім жете түсті. Қатыгез балалар мен құбыжық деп атайтын, араласқылары келмейтін, ал мен өзімді қатардағы бала ретінде сезінетінмін. Бәрімен тең болғым келетін. Бірақ бұл менің еркіндігімде дүние емес еді. Балалармен достасқым келетін, бірақ ешкім маңына жақындатпайтын. Қатардағы бала болғым келетін, бірақ қолымнан келмейтін. Шақшадай басым шарадай болды. Жүрегім езілді, тұңғиыққа баттым, өзімді бақытсыз сезіндім. Өмірдің мәнін көрмедім. Жақындарымның мойнына ілінген артық жүк екенімді ойлап қайғырдым. Санамды жаман ой шармады. Қасымда туыстарым болса да өзімді жалғыз сезіндім. Бірақ мен қателескен екенмін. Сұрықсыз балалық шағымда ең көп жақсылықты туысқандарымнан көріппін. Бірақ ол кезде мұны түсіндім бе, сезіндім бе, жоқ. Ол жайында айтсам, білмегенім, түсінгенім бір кітапқа арқау болар еді. Мен сіздерге тағдыр тәлкілігінің екінші жағын көрсеткім келеді. Ол жағын көрсеңіз, бұрынғыдан да мықты әрі табанды боласыз. Өміріңіз өзгеріп, өзіңіз елестете алмайтын бақытқа кенелесіз. Егер бір нәрсені істеуге ниет пен құлшылыс болса,
егер сол бір нәрсені Құдай қаласа, онда сіз міндетті түрде мақсатыңызға жетесіз. Бұл өте маңызды. Шынымды айтсам, өзімді де бұған көп сене бермейтінмін. Егер интернеттен кездесулерімді көрсеңіз, мені қуаттандырып тұрған бақыт ұзақ жолдың нәтижесі екенін байқайсыз. Алғашында өзіме керек дүниенің ешқайсысы менде болған жоқ. Бойымда жоқ қасиеттерді мен біртіндеп жинадым. Маған шектеусіз өмір сүру үшін мыналар қажет еді: өмірінің мәнін кәміл түсіну, шексіз үміт, Құдайға және оның шексіз мейіріміне сену, махаббат және өзіңді бар қалпында қабылдау, өмірге деген оң көзқарас, рух, өзгерістерге дайын болу, жылы жүрек, мүмкіндік іздеу, тәуекелді бағамдай білу және өмірге күлу қарау, адамдарға қызмет ету. Кітаптың тарауларында осы тізімдерді тарқатамын. Осы қағидаларын өмірде қолдана алатындай жазуға тырысамын. Бұл кітап арқылы сізге Құдайдың шексіз мейірімді екенін айтқым келеді. Және өмірде сол мейіріммен құр қалмасаңыз екен деймін. Егер сіз күн сайын өмір үшін күресетін жандардың бірі болсаңыз, менің де өмірімді бір ойлаңыз. Өмірдің мәнін түсініп, айқын мақсат қою арқылы мен осы күнге жеттім. Әр адам өмір жолында түрлі қиындықтарға тап болады, сүрінеді, құлайды, тұруға дәрмені жоқ деп ойлайды. Бұл маған таныс сезім, көбімізге де таныс. Өмір күрделі құбылыс, қиындықтарды жеңген сайын біздің күшіміз арта түседі. Сондықтан жаңа мүмкіндіктер сыйлаған Құдайға мың алғыс айтқанымыз абзал. Адамның өз айналасына қалай әсер ететінін, өмір жолы қалай аяқталатыны маңызды. Мен өз өмірімді қалай бағаласам, сіздердің де өмірлеріңізді сондай құнды деп білемін. Біздің алдымызда ғажайып мүмкіндіктер бар. Не айтасыз, достым, сол мүмкіндіктеріміздің есігін бірге қағамыз ба? Адамның өміріне, айналасына қалай әсер еткен және өмір жолын қалай аяқтағаны маңызды. Маған берілген сынақтың жай ғана ауыр жүк емес, тағдыр сыйына айналатын мүгедектігімнің басқа жандармен араласуға, оларға қолдау көрсетуге, жабырқау жанына жұбаныш әкелуге мүмкіндік беріп, адам сенгісіз жетістіктерге жол ашатын ата-анама да деп мен бір ақсақ армандардың өзіне де елестетіп көрмеген едік. Ғажайыпты күтуге шыдамның жетпесе өзің жаса. YouTube каналымда скейтбордпен сырғанап, суда серфинг жасағаным, музыкамен шұғылданып, гольф ойнағаным, құлағаным, қайта тұрғаным, адамдармен еркін араласып жүргенім жайында түсірілген видеолар бар. Солардың ішінде атақты тұлғалармен пікірлесіп, әңгімелесіп тұрғанымды да көресіз. Бұл дені сау адамға қарапайым нәрсе болып көрінеді. Солай емес пе? Онда неге видеоларымның көрілімі миллионнан асады? Себебі мүмкіндігім шектеулі жан болғаныма қарамастан шекарасыз өмір сүріп жүрмін. Жұрт мүгедектерді қайратсыз, ашушаң, тұйық жандар деп ойлайды. Ойлай оятындарды өзімнің өмір сүру салтыммен таңғалдыратынымды ұнатамын. Белсенді, тіпті кейде экстремалды өмір сүремін. Видеоларыма жазылатын жүздеген пікірлердің арасынан жарымжан жігіттің бақытты екенін көргенде ойланып қаламын. Осы видеоның қалғанын егер білгілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, келесі видеоны көрулеріңізді сұраймын. Бұл каналда барлық видеолар өте қызықты және жан-жақты қарастырылып, дәлелденген видеолар деп сенемін.